Екінші шарт. Әзірлер майдан атамасындағы көрік таңлауымыз. Екінші шарт әлбетте бұл сұрау жауап. Бұл шартте әр бір төреші бір сұраудан береді. Әмде жәмі 5 төрешіден бір сұраудан естеміз. Командалар берілген сұрауға тапқырлық әмде сиректілік пенен жауап берулері керек. Әр бір жауап үшін 30 секунд уақыт беріледі. Максимал балл 5 балл. Масқаралау әмде ұнамсыз жауапларға 0,5 балл жарима салынады. Демек, 5 төрешіден 5 сұрау болады. Әр бір сұрауға жауап беру уақыты 30 секунд. Баршамызға түсіндірілі болса, мен бүгінгі көрік таңлауымыз администрациясы микрофонлар барды ғой. Микрофонларымыз бар болса, рахмат. Бірінші болып өз сұрауын намету үшін мен Нүкіс қаласы әкімі орынбасары Жолдас Әбдіжамиловқа нөбет береміз. Мархамат ұстаз. Ассалаумағалейкум, құрметті қатынасушылар. Бірінші сұрауымыз. Егер әзірлер майдан ұсы таңлауымыз Zoom арқылы онлайн өткерілгенде қалай болады? Демек, жауаплар тайын болса, бірінші болып 5 қала. Zoom арқылы өткерілгенде онлайн қалай болады? Мегабайты жоқлар қатынаса алмайды деді. Рахмет. Екінші болып Шоманай Мархамат. Бұған Zoom арқылы онлайн өткерілгенде қандай болады? Мен Рахмет. Демек, кейінгі команда тайын Пегас КВН командасы Мархамат. Әжіңіз Zoom арқылы онлайн өткерілгенде қалай болады? Жаңа бастан бастаңыз ғой, бастан жауап берейінші жаңағы. Ассалаумағалейкум деп бастан сөз сөйтіп қалсам. Ассалаумағалейкум, құрметті қатынасушылар. Уағалейкум ассалам. Рахмет. Мархамат, мастер КВН командасы тайын екен, Бегіз. Бегіз Zoom арқылы онлайн өткерілгенде қандай болады? 25 мың кликтен алатын. Рахмет. Қаратау командасы тайын меніңше Әзиз Назаров Мархамат. Әзідағы Zoom арқылы онлайн өткерілгенде қалай болады? Уже әстен ұйғылап басталады. Ана 40 миллионнан кликтен тастайық деп отырасыз қой енді, я? Үстірт жұлдыздары тайын екен, Полодан Мархамат. Бұл Zoom арқылы онлайн өткерілгенде қалай болады? Енді Zoom арқылы өткерілгенде мына тынық болмаса мен Тарзан деп ойлайды адамдар. Негіз күлетін заты емес ол негізін ол. Рахмет. Демек, командалардың барлығы жауапларын тыңладық. Екінші сұрауды Қазақстан Республикасы мәдениет министрі орынбасары, бірінші орынбасары Икрам Абдыкалиев. Мархамат. Ассалаумағалейкум, ойламбар. Әмбегометінеміз. Сұрау. Хакім кубығы өткеріліп атырды, бірінші орынға 40 миллион қойылған. Егер Құдай сақасын зам хакім кубығы болғанда қандай болар еді? Зам хакім кубығы болғанда қандай боларды? Үстірт жұлдыздар тайын екен, Мархамат. Егер бүгінгі таңлау хакім кубығы емес, зам хакім кубығы болғанда қандай болар еді? Енді алдында 40 миллион айтты. Енді негізі мына 40 миллион қойылып атыпты, біз үстірт жұлдыздары мына 40 миллионды ұтып алу үшін келмедік та. Негізі біздер басқа айтты, үстірт газ сатады ғой. Екі районның қарызы бар екен, газды сол алып қайтын деп жіберіп бастырды. Рахмет. 5 қала КВН командасы. Ислам. Хакім кубы өткеріліп атты, бірінші орынға 40 миллион қойылған. Егер Құдай сақасын зам хакім кубығы болғанда қандай болар еді? Зам хакім кубығы болғанда бірінші орынға Тепай. Екінші орынға Пешке, үшінші орынға Белсене қатынасты деген диплом. Оғана мейлі хакім рұқсат берсе. Рахмет. Шоманай Бахадыр Мархамат. Хакім кубығы өткеріліп атты, бірінші орынға сауға 40 миллион. Құдай сақасын зам хакім кубығы болғанда қандай болар еді? Зам хакім кубығы болғанда, ол жауапқа бізден Шоманай районының зам хакімі жауап еткенін анықтады. Айтың, зам хакімнен өткерсе қалай болады дейді кубок дейді. Жоқ беріңіз жерде. Күйеу, қалайсың?
қайындық қата сайып бар. Осы құрал жолдас жақсы білесіздер, осы хакім бар. Ақша проблема бар жүрсіз, заман бір ие болып қалар еді. Рахмет. Қаратау командасы бірінші болды. Мархамат, Азиз. Акым кубок өткелі барды, бірінші орынға сауға 40 миллион сом. Егер Құдай сақласын заң хакім кубогы болғанда бүгін талау қалай өтереді? Неге Құдай сақласын дейсен? Заң әкімім адам? Егер желсемет өткіз дегенде де қалсаң, болам жоқ. Екі максимал ерт бөлші. Рахмет. Пегас командасы дайын болса, Мархамат. Мастер. Бүгін хакім кубок өткелі өтмекті, бірінші орынға сауға 40 миллион сом. Құдай сақласын заң хакім кубок өткелгенде қандай болар еді? Аға заманның өңгеші бар. Заманның өңгеші бар. Рахмет. Пегас командасы Ажнияз. Хакім кубок өткелмекті сауға 40 миллион. Егер Құдай сақласын заң хакім кубок өткелгенде қалай болар еді? Нық бір жауап келіп тұр негізі да. Енді бір жағына көтеріліп кетіңіз, қорған тұрмыз, ұрсат деуге. Үш жүрейік деп атымыз әйтеуір. 40 миллион болса рәжі болар әйтеуір, басаман болса болды. Рахмет. Төрештер құрамы Мархамат сұрауды жолау үшін Қожелі районы әкімі орынбасары Құралбай Сейтмұратовтан естеміз. Мархамат. Ассалаумағалейкум, құрметті командалар. Менің сұрауым төмендегіше. Енді және 40 миллион деп айтқан. 40 миллионды ұтсаңыз, не қылған болар едіңіз? Мастер командасы бірінші болды. Сұрау. 40 миллионды ұтсаңыз, не қылған болар едіңіз? Ауылға барып мешіт саламыз. Шын болады, 40 миллион мешіт салуға жетпейді ғой. Енді не қыл деп тұр мынау? Демек Қаратау командасы, Дастан. Дастан, 40 миллионды ұтсаңыз, не қылған болар едіңіз? Жаңа мешітті бітіріп тастаймыз. Не ғой, кім ұтқандан біздерді күтеміз, арқайын бола бермін. Күткенде де 2 мәрте күтеміз. Біреу кәпеде күтеміз. Екінші кәпеге сыртында күтеміз, қашан шығады. Рахмет. Пегас командасы, Мархамат Пегас. 40 миллионды ұтсаңыз, не қылған болар едіңіз? 40 миллионды ұтсам үйленемін. Үйленгеннен кейін балалы боламын, баламды футболға беремін. Кейін о Аралға ойнайды, Аралдан көтеріліп, Өзбекстан терма жармасына кіреді. Кейін Өзбекстан жаһан чемпионатына алып шығады. Ане бір 40 миллион менен мен Өзбекстан жаһан чемпионатына алып шығады. Молодцы. Шаманай командасы дайын екен. 40 миллионды ұтсаңыз, не қылар едіңіз? Ассалаумағалейкум, балалар. Неге? Бала, болыңдар. Заман меркімен деп отыр. Қазақ ауаға шыққан. Демалып жатыр. Сонда заман кімдерге әр демалған 60 миллион болып тұр ғой сонда. Рахмет. Бес қала. Не деген үрмеселасы шешім. Ислам Мархамат, бес қала. Сұрау. 40 миллионды ұтсаңыз, не қылар едіңіз? Аға келіскенде 20-20. Я болмаса, сізге бір 5 миллион беріп, жаңа 3-ті 5 қып алатын. Рахмет. Үстіртін жұлдыздары дайын екен. Мархамат. 40 миллионды ұтсаңыз, не қылар едіңіз? Құралаға өзіңіз заман кімсіз, халықпен адамсыз, халықты ойлауыңыз керек. 40 миллионды ұтып алғанда, бұны кіргенге тікпей, ауылдық жерде 1 метр болса да асфальт тұрған болар ема. Рахмет. Төрештер құрамы. Екі төрешімізде сұраулар бар. Сұрауды Қарақалпақ эстрадасының жай өкілі өзінің хит қосыларменен өз ықыласпендерінің жүректеріне алып жүрген Арипай Аланиясовты естеміз, Мархамат. Арипайға да сұрау береді. Баршаңызға ассалаумағалейкум дейміз. Сіздер көріп тұрған жүдә қуаныштымын. Қостарымызды давам еттірейік деп
Сұрауым мен команда ағзаларына бәріне үміт төлеймін. Сұрауым мен әркім өзінің кәсібінен келіп шығады. Замакімнің өзінің кәсібінен келіп шыққан халда сұраула беріп алады. Мен өзімнің карьерамнан келіп шыққан халда сұрау беремін. Массаң ба, я яман ба? Шапалақ! Рахмет. Қаратау командасы тайын Дастан. Дастан. Массаң ба, яман ба? Балам. Рахмет. Шоманай Бахадыр Мархамат. Тайын екен Шоманай командасы. Бахадыр. Бахаша. Массаң ба, яман ба? Мен кібенге маспан аға. Сіз мас емес болып тұрсыз. Бірақ кібенде жөй болып отырсыз, яман екенсіз. Рахмет. Рахмет. Пегас Квен командасы мейманымыз бар екен біздің. Әжінес. Массаң ба, яман ба? No, капкара. Рахмет, үстірт жұлдызлары. Қайымдасыңыз екен. Массаң ба, яман ба? Сізге мас болғаным жақсы ма, яман болғаным жақсы ма? Айсын сәлес. Яман болып жүре береді. Рахмет. Қоңырат районы Каракалпаки поселкасы мастер командасы тайын Олжас. Массаң ба, яман ба? Аға, құлақ әлесе 40 миллион ұтсақ бірінші мас боламыз. Одан кейін яман боламыз аға. Мархамат Бесқала Ислам. Массаң ба, яман ба? Сұраудан панаграмм мақылып бермедіңіз бе? Рахмет. Демек, барлық командалар жауап берген болса, мархамат. Арипаяға рахмет. Ендігі нөбетті сұрауын беру үшін Өзбек концерт мемлекеттік мекемесі Қарақалпақстан бөлімі бастығы Бердақ Қалибеков. Мархамат. Әулен бар, ассаламу алейкум өрметлер. Бүгінгі әзілер майданы таңлауының әзіз ықыласметлері бәршеңізді көріп тұрғанында жүлейін қуаншылымыз. Бәршеңізге жақсы кайфият тілейміз. Енді сұрауға келетұғын болса, сұрау, бүгін кім чемпион? Демек сұрау, бүгін кім чемпион? Бесқала тайын екен Ислам. Сұрау, бүгін кім чемпион? Ол ойын тамам болғаннан кейін белгілі болады. Баяғыда ол алдынан белгілі болып тұрады. Рахмет. Қаратау, Расул. Сұрау, бүгін кім чемпион? Енді Бердаққа екеумізге қарынды жоқ білесің бай жерді. Бүгін кім чемпион дейсіз ғой Бердаққа? Сол үшін шағын көпсіздер бұл біздерде сұрабасы ғой. Рахмет, Пегас командасы дайын болды. Сұрау, бүгін кім чемпион? Кім чемпион болса да, Каракалпак чемпион! Рахмет. Сұрау, бүгін кім чемпион? Неға жақсыңда конкретно бөлсекті бәйті жақсың. Рахмет. Демек, барлық командалар мастер командасы Олжас жауап береді. Сұрау, бүгін кім чемпион? Енді аға кім чемпион болады, ішіңіз біліп тұрған шығар негізді. Мына Каракалпакиянға біз шешпейтін жардың оны. Рахмет. Ең соңғы, үстірт жұлдызлары. Үстірт жұлдызлары. Сұрау, бүгін кім чемпион? Бердаққа енді кіммен келісіп қойған болсаң сол чемпион аға. Рахмет. Егер төрешілер құрамына рұқсат болса, командаларға үшінші шартке даярлануға рұқсат береміз. Баршаңызға үмітияр болсын. Мархамат. Маэстро музыка туш. Екінші шарт бойынша төрешілер құрамы дайын болса, мархамат. Екінші шарт, сұрау жауап шарты бойынша командаларға қойылған балалармен таныстырып өтеміз. Демек, баршамызға қызық болып тұрды. Кім неше бал алды? Бірінші болып өз өнерін көрсеткен Пегас командасына қойылған балалар 3 4 3. Рахмет. Екінші болып өз өнерін көрсеткен үстірт жұлдызлары командасына қойылған балалар 3 4
4 һәм де 4. Рахмет. Қоңырат районы Каргалпакия поселкасынан келген мастер командасына қойылған балалармен танысамыз. 3, 5, 4 һәм де 4. Рахмет. Бес қала командасына екінші шарт бойынша қойылған балалармен танысамыз әздер. 4, 5, 4 һәм де 4. Рахмет. Шоманай командасына екінші шарт бойынша қойылған балалар. 5 һәм де 5. Ажайып өзгеріс болып жатыр ойынымызда. Давам етеміз. Ең соңғы болып Қаратау командасына қойылған балалар. 5, 4, 5. Демек, екінші шарт бойынша командаларға қойылған бақалармен танысып алдық. Егер тайын болса, командалар ағзаларын һәм де командалар сахнамызға мұрат етеміз.